Шымкент қаласы білім басқармасына қарасты Ботабай Сатықов атындағы нөмірі 112-ші жалпы орта мектеп. Алжир драмасы. Мынаны таң ертеңге дейін тазалап қойыңдар. Қалеке болыңдар. Алжир, ажал мекені. Қаншерлер мен ақыл есінен адасқандар үшін жұмақ, ақ пен қараның, қараңғылық пен жарықтың арасындағы басталған майдан қай заман? Біз ауыр жұмыстан оралғаннан кейін ауру әйелдер, түрме басшыларының, жендеттерінің қалаулары бойынша қалауларын қандырамыз. Кейде бірнеше әйелдерді бауыздап, денелерін тау етіп, түрлі бөлшектерге біліп, түрлі қалыптар жасайды. Тура осындай туындыларын әрқашан, тіпті апта сайын бұздырмайды. Бұндай күндері камерашы өлекше сасып, қалған тұтқындарды жан төзгісіз азапқа түсіреді. Ал зорланған әйелдер ай күні жетіп босанса, балаларын тартып алып, қақаған қыста бөшке толы суға батырып, қатырып өлтіреді. Қараңғы, суық зындан жатақ қылды тәніміз. Қырлы жүз, мылтық болды жанымыз. Бір шұңқыр су, түйірнан үйреншікті ас болды. Күл көмір, қиқым ту төсек, жастығымыз тас болды. Қырлы темір, шынжырлар, азапқа түсті жанымыз. Жауыздардың тозағын көрдік қорлық азабын. Бұл не? Бұл тас қой. Сендер не? Айқайлама. Бұл құрт, қазақтың тағамы. Аузыңа салып жүрсең, әл береді. Құрт. Неткен дәмді. Рахмет сіздерге. Қыздар, күн шығып келе жатыр. Күн? Ана үңгірдің артында. Қайсысы? Ана үңгірдің артында. Біздің ауылы бар. Менің ауылым? Күнді қарашы, қандай керемет. Ертеде ғұн деген ел болған. Ғұн қазақтардың арғы атасы. Ғұн дегеніміз, күн дегеніміз емес пе? Күн аспанның ашықтығын, бостандықтың белгісі. Күн не еткен әдемі? Не істеп отырсыңдар? Жұмыс істеңдер. А-ну-ка за работу. Немене курортқа келіп келіңдер? Замандарың туып, қолға қару алдыңлар. Қараусыздарға күш көрсеттіңдер. Қаратуларың асқақтады. Астыңдар, тастыңдар. Тоқтат, жетер енді. Біздікі қарату емес, асқақтаған қыз ұлты біздікі. Елімізді, кең байтақ жерімізді, ішкі және сыртқы жаулардан қорғай беремізде. Ал мына сендер бізге қорған бола алмайсың. Дүние алма кесек демекші. Атар әлі әділдіктің ақтаңы. Қашан салтанат құрамы деп ойлайсыңдар? Совет үкіметі тым кеңпейі, тым қайырымды. Қайырымды? Еділ бойын мекен еткен елімізге жасағандарын қайырымдылық па? Бір күнде жер аудардыңдар. Менің әкем мен анам қайда? Олар бізге қастандық жасаған. Я, белгісіз дейсіңдер. Бірақ ақиық арыстарды не үшін аттыңдар? Тоқтат! Жетер енді. Мен сендерді қазір атпаймын. Ана фашистердің тыңсында жіберем. Бірақ естенімде болсын. Біз мәңгілікке осы жердің көлеңкесінде қаламыз.